Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін өзімше осымен бір құймақ пісірейін дедім. Іші піспей қалады деп уайымдамаңдар. Іші осындай жұмсақ болып қой. Дейді, воздушный болып, жұмсақ болып пісіп шығады. Оған біз 2 жұмыртқаны алып, үстіне шымшым тұз салып, оны жақсылап араластырып аламыз. Сосын қажетінше Құмшекерімізді саламыз. Тәтті көбірек қалсаңыздар, үстіне тақ қоссаңыздар болады. Сосын үстіне айранымызды құямыз. Айран үстіне сода салып жібереміз. Қалсаңыздар, соны бөлек ыдысқа істеуге болады. Негізі күркілі қып айту керек бұл азғышқада, иә? Маған жалғысып. Осылай жақсылап араластырып көпіртіп аламыз. Шайдайды. Бағада жамайды кезіп кетті. Сосын үстіне қажетіне қарай ұн саламыз. Өзімен бұны ұн салып жатқан кезде өлшемеймін. Қамырдың консистенциясына қарап салам. Осындай болғанға дейін саласыздар ғой. Сосын табаға осылай кисточкамен май жағып пісіріп аламыз. Бір қасықтап құйып. Асты өзі кішкене қызарғаны білінеді. Болмаса бетіне пузырьки шығады. Сол кезде аударып алыңыздар. Онда шеттерінен пузырькилар шығады. Сол кезде вилкамен аударып алып пісіреміз. Қиылмай кетеді тосын негізде. Баяу отта пісіруді ұмытпаңыздар. Баяу отта пісіреміз. Қас көреміз осы азғышқа қандай болатын. Мен бұндай азғышқамен жазып тұрмаған. Так что лайк басып қолдап кетіңіздер.